Күндердің күнінде бір қалада халықтың заттарын есекке артып, жүк тасумен айналысатын 3 кісі болыпты. Олар ұзақ жылдар бойы осы кәсіпті бірге айналдырып келеді. Содан кешкісін жұмысты тамамдап, үшеуі шаршағандарын басайын деп көлеңкелеп отырады. Олардың ішінде Мұхаммед ибн Аби Амир есімді кісі сөзін бастап: "Егер мен болашақта мұсылмандарды басқаратын халифа болсам, сендер мені не қалайтын едіңдер? Қане айтыңдар, мен қалағандарыңды жасап беремін" дейді. Мұны естіген жанындағы екеуі күліп, мұның мүмкін еместігін алға тартады. Мұхаммед болса сұрағын қайталап, олардың арман тілектерін қайта сұрайды. Сонда бірінші кісі: "Егер сен халифа болсаң, мен сенің алдыңа келіп, үлкен алқапты жер телімін сұрайтын едім. Онда бір үйір жылқы мен алтын сандық болса деймін. Осылайша мен бар жағдайымды жақсартып алған болар едім" дейді. Мұхаммед болса жарайды деп екінші кісіге қарап: "Сен не қалайсың?" дейді. Ол болса Мұхаммедті мазақтап: "Ей Мұхаммед, доғар мұндай қиялыңды. Сен есекпен зат таситын жүк тасушысың. Мұндай адамдар халифа бола алмайды. Аспан жерге төңкеріліп түссе де сенен бассы шықпайды. Ал егер шынымен халифа болып жатсаң, мені есектің үстіне теріс қаратып отырғыз да, артымнан бір кісіні ілестіріп: 'Ей халқым, мынау бір арамызда жүрген тажал кісі. Кімде-кім мұнымен сөйлесетін болса, оны халифа түрмеге қамайды' деп айтқызып қой" дейді. Сонымен не керек? Әбден тынығып алғаннан кейін әлгі екі кісі үйлеріне қайтады. Мұхаммед болса жалғыз қалып, халифа болу үшін не жасау керектігі туралы біраз ойланып қалады. Сосын ол ойын жүзеге асырайын деп ең алдымен қолындағы есегін сатып жібереді. Кейін әскерге барып, онда шынайы ықыласпен қызмет атқара бастайды. Бірнеше жылдан кейін Мұхаммед жақсы көзге түсіп, нәтижесінде Андалусияда әскер басшысына айналады. Кейін жергілікті Умауия халифаты өмірден озады. Оның орнына жас кісі таққа отырады. Ол мұсылмандармен бірге көптеген шайқастарға қатысады. Осындай соғыстардың ішінде Мұхаммедтің ерлігі көзге жете түседі. Мұхаммед болса дінге де, патшаға да аянбай қызмет етеді. Осылайша Мұхаммед есегін сатқан уақыттан бері арада 30 жыл өтеді. Кейін ол таққа отырып, мұсылмандарды басқара бастайды. Сосын ол ертедегі өзімен бірге жүк тасыған әлгі екі кісіні алдына шақыртады. Көп ұзамай екеуі сарайға келіп, Мұхаммедтің таққа отырғанын көріп, қатты таңғалады. Мұхаммед болса: "Сен екеуің мені таныдыңдар ма?" дейді. Екеуі бірдей дауыстап: "Әрине таныдық, уа мұсылмандардың әміршісі" дейді. Сол уақытта Мұхаммед жанындағы қызметшілеріне қарап: "30 жыл бұрын мен мына екі кісімен бірге есекпен халықтың жүгін тасыған едік. Сондай күндердің бірінде мен бұл екеуінен болашақта халифа болсам не қалайсыңдар деп сұрақ қойған болатынмын." Сосын Мұхаммед бірінші кісіге қарап: "Сонда сен не деп жауап берген едің?" дейді. Ол болса ілгердегі айтқан сөздері есіне түсіп: "Мен үлкен алқапты жер телімін сұрадым. Онда бір үйір жылқы мен алтын сандық болса дедім. Осылайша мен бар жағдайымды жақсартып алған болар едім" деген едім. Мұны естіген халифа қызметкерлеріне қарап: "Мына кісінің айтқандарының барлығын жасаңдар, ештеңеге мұқтаж болмасын" деп бұйрық береді. Сосын екінші кісіге қарап: "Сен не қалап едің? Айтшы қанекей бізге" дейді. Ол болса ілгердегі айтқан сөздерінен ұялып: "Егер шынымен халифа болып жатсаң, мен есектің артына теріс отырғызып қойыңыз да, артымнан бір кісіні ілестіріп: 'Ей халқым, мынау бір арамызда жүрген тажал кісі. Кімде-кім онымен сөйлесетін болса, оны халифа түрмеге қамайды' деп айтқызып қой" деген болатынмын. "Мені кешіре көріңіз, уа мұсылмандардың әміршісі, мен қатты қателесіппін" дейді. Сонда Мұхаммед халифа қызметкерлеріне қарап: "Мына кісі не айтты, солай жасаңдар. Аллах тағала барлық нәрсеге күші жететінін білсін" деген екен. Расында Салман әл-Фариси исламды қабылдаған ең алғашқы парсылық еді. Шайтан оттан жаралғаны белгілі. Ендеше ол тозақта отқа қалай жанады дейді. Орнымнан тұрып тіке Мұхаммедке барып, оны өлтірер едім. Кенет судың бетіне үлкен кит келіп, пайғамбар алейхиссаламды жұтып қояды. Шын мәнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімге сенер сенбесін білмеген еді. Адамның сиыры өліп, мұңайып жатса, ол біз үшін қалай қайырлы болмақ деп долданады. Балам менің қолымнан қысып ұстап: "Әке, мен сізді қатты жақсы көремін" деді. Тілім байланып сөйлей алмай қалдым. Абу Лахаб Мұхаммедке пайғамбарлық келгенде діннің таралуына қарсы шыққандардың ең әуелгісі еді. Көшеде бір қолы толық кесілген кісі адамдарға: "Маған қарап ойланыңдар, ей халқым, және ешкімге зұлымдық жасамаңдар" деп дауыстап жатады.
пайғамбардың жатқан денесін құшақтап маңдайынан сүйіп, өмірде де өлімде де нендей жақсы адам едіңіз деп өксіп жылайды.